Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиет оқу пәнінен 4-ші сабақ білім кітапта тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма: өзіңнің кітап оқуың туралы әңгімеле. Қай оқу түрі ұнайды? Балалар, сендер кітапты дауыстап оқисыңдар ма, әлде мәнерлеп, әлде жылдам, әлде түсініп оқисыңдар ма? Кітаптарыңды қалай оқисыңдар? Сендерге қай оқу түрі ұнайды? Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, біз кітапты дауыстап, мәнерлеп, түсініп оқиды екенбіз, жақсы. Балалар, бір сыныптасыңмен кітап оқу мәнеріне мақтау сөз айтыңдар. Олай болатын болса, кітап оқу мәнеріне біз қандай мақтау сөздерді айтатын едік? Жарайсың, жақсы, керемет дейміз, балалар, жақсы. Балалар, олай болса, екінші тапсырмаға қарайық. Түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбы Сабыр мен Сара. Сабыр 1-ші сыныпта оқиды. Қарындасы Сара 6-да. Сабыр кітап оқудан гөрі ойнауды ұнатады. Жарты жыл өтті. Сабыр әлі ежелеп баяу оқиды. Бірде Сабырдың мұғалімі үйіне келіп анасымен әңгімелесті. Сабырдың сыныпта қалып қою мүмкін екенін айтты. Сабыр 1-ші сыныпта қалса, бірге оқитын болдық деді Сара. Сабырдың беті дуылдап, құлағына дейін қызарып кетті. Сара ағасының сөмкесінен әліппені алды, дауыстап оқи бастады. Мұғалім Сараға риза болды. Сол күннен бастап Сабыр мүлде өзгерді. Кітапты қолынан тастамайды, дауыстап оқиды. Мұнысына анасы да риза. Кейде ойынға қызығып бара жатса, Сараның сөзі есіне түседі. Сөйтіп, қарындасының арқасында Сабыр 1-ші сыныпты жақсы бітірді. Авторы Кәкітай Жүсіпов. Баяу дегеніміз, балалар, ақырын деген мағынаны білдіреді. Балалар, Сабыр қандай бала? Ақылды бала екен, Сабыр неліктен ежелеп баяу оқыды? Дұрыс айтасыңдар. Сабыр ойын ойнағанды жақсы көрді. Неліктен Сабырдың беті дуылдап, құлағы қызарып кетті, балалар? Қуанғаннан ба, әлде ұялғаннан ба? Дұрыс айтасыңдар. Ұялғаннан қызарып кетті. Жақсы. Балалар, көркем шығармада кейіпкердің мінез-құлқы, көңіл-күйі көрсетіледі. Сол кейіпкердің жағымды, жағымсыз әрекеттерін, үлгі боларлық қылықтарын байқайсың. Бұл мінездеу деп аталынады. Жақсы. Келесі 5-ші тапсырма. Сұраққа жауап жаз. Сені оқуға үйреткен оқулық қалай аталады? Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Мені оқуға үйреткен кітабым әліппе деп аталады. Әліппе кітабынан әріптерді, сөз құрауды, сөйлем құрауды үйрендім. Жақсы, балалар. Келесі 6-шы тапсырмаға қарайық. 6-шы тапсырма. Мақалдың мазмұнын түсіндір. Күш білімде, білім кітапта. Яғни, балалар, біз өзіміздің күш-жігерімізді салып, көп оқысақ, көп білім аламыз. Ал біз білімді кітаптан аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Енді, балалар, үйде кітаптағы кестеге қарай отырып, оқу жылдамдықтарыңды кестеге түсіріп бағалайсыңдар. Мысалы, 1 минут уақыттың ішінде таныс және таныс емес мәтінді оқимыз және осы кестеге толтырамыз. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар, балалар.